террорист. Мәселен, ұйғыр жойылып кетсе кім ұтады жер бетінен? Қытайдан кім алады? Қытай ұтады. Ұйғыр жойылып кеткенде біз аман қаламыз ба? Мүмкін емес. Ұйғыр жойылғаннан кейін Орта Азияға ұйғыр деген бізге қалқан болып тұр. Орта Азияға қалқан болып тұр. Көп түркіге қалқан болып тұр, былай айтыңыз. Егер ұйғыр жер бетінен бірақ жойылып кетсек, жойылып болған күні біздің 50% де қоса жойылып кетеді. Яғни Қытай ұйғыр темасын шешіп болған күні, онда Орта Азияға қарай бүкіл күшіменен кіріседі деген сөз. Бұны әрбір қазақ баласы, әрбір түркі есінде мықты сақтау керек. Бұл әрбірден кейін біз әзір қорқақтықпен айта алмай отырмыз көп нәрсені. Қытайға жақпай қалам ба, орысқа жақпай қалам ба деп біз көп нәрсені қорқақтап айта алмаймыз. Біз қорғауға тиіспіз ұйғырды. Мәселен, біз әсілі Аутаға да бір неде жазыпты постында. Біз әрқандай түркіге азаматтық беруге құлықты болуымыз керек. Мәселен, олардың мемлекеті жоқ. Түркия беріп жатыр, қарап жатыр түркілер, жарайды Түркия. Ал Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстандар неге ұйғырларды әкеп азаматтық алмасты? Олардан бізге қандай зиян болады? Bir түркі болса да жойылмай аман қалады ғой. Мысалы, 30 жылға таяу шекарамыз ашық тұрды осы кездерде. Ол ұйғырларға сол кезде біз азаматтық берген болсақ, әзір жойылғалы тұрған 15-16 миллион ұйғырдың кемінде 1-2 миллион сақтап қалатын едік. Міне бұл үлкен сауапты жұмыс еді. Еліміздің болашақтағы адам санының өсуіне, бүкіл экономикасының дамуына бұл қандай үлкен күш болар еді. Еңбекшіл өзіміздің сөзімізге қарсы біреулер айтады. Ұйғырлар мүмкін Қазақстанда территория талап қылсақ айтесің деп қарсы уәж айтады. Адамдар шығады. Бұған сен не деп жауап бересің? Территорияңды Қытай алған, орыс алған, ұйғыр алған әлдеқайда жақсы ғой. Осы территория осы бетіменен, осыменен кете берсе, Қытайдың қолына түсіп кетеді ғой. Ол ашық тұрған әңгіме ғой. Тұп-тұр әзіргі осы қарқынмен дами берсе, Қытайдың мына Қазақстанға кіруі осыменен осылай ешқандай тоқтаусыз, мына Шинжаңдағы жүргізіп болып, ары қарай Орта Азияға ауыз салатын 30 жылда Қазақстанның территориясы бүкіл Қытайдың болады. Ұйғырлар жер сұрайын деп те отырған жоқ бізде. Ұйғырлар бізден жер талап деп отырған. Ұйғыр сенің экономикаңды дамытады. Олар деген қала құрған халық, сауда көрген халық. Сені Еуропа менен Түркиямен байланыстырар еді ұйғырлар. Біз ұйғырларға көңіл бөлмедік 30 жылдан. Біз көңіл бөлмейік деп қорыққан болуымыз мүмкін.